Сәлем қыздар, қайырлы күн баршаларыңызға. Осындай өте жұмсақ, іші толық пісетін, ішінде толық картошкасы бар пирожки пісіріп көрсететін боламын. Ауызда салсаңыз прям ери береді десе. Ұялмай базарға да апарып сатуға болады. Бізге жылы сүт, жылы су, шым тұз, 1 шай қасық, 2 шай қасық қант, ертілген сары май, 1 жұмыртқа, сосын сұйық май 1 қасық. Составтарын астына жазып кетем. Сосын дрож салып, дрождарыңыз ескірмеген, жаңа болу керек. Осылай барлығын венчикпен араластырып, бетін 15 минутқа жауып қалдырамыз. 15 минуттан кейін дрождарыңыз ескірген болса көпірмейді, ескірмеген болса осылай көпіреді. Үстіне ұнды аз-аздан салып отырып қамыр илейміз. Өте жұмсақ, қолға кішкене жапсатын болу керек. Сол кезде әдем шығады. Қамырыңызда каждый раз ашығанға дейін 2-3 рет қайтарып илесеңіздер өте дәмді болады. Осылай бізде картошка, сары май қосып, тұз, перец құйып араластырамыз. Қуырып пияз қоссаңыздар да болады. Біздің үйдегілер пияз жемегендіктен мен осылай жасадым. Сары майдың көмегімен сары майды қоссаңыздар өте тәтті болады. Осылай мен қамырым ашып дайын болды. Қамырды әрқайсысын бөліктерге бөлесіздер. Бөліктерін өз көз мөлшерлеріңізбен ала берсеңіздер болады. Осылай қолдың көмегімен жаясыздар, оқтаумен жайсаңыздар оқтауға жабысып қалады. Сол үшін қолмен ортасына картошкасын салып, осылай әдем форма жасайсыздар. Осы кезде майларыңызды қыздырып қойып, шыж-быж етіп майға қуырып аласыздар. Тағы да осындай рецепттер керек болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осылай 2 бетін қуырып аласыздар. Әдемі болып шығады. Ұялмай магазиндерге апарып сата берсеңіздер де болады. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналыма жазылып қойыңыздар.